Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен штрудлидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ет, пияз, сәбіз, картоп, укроп және дәмдеуіштер керек болады. Видеода көрсетілгендей азық-түлігімізді турап дайындап алыңыздар. Салмасына тек укроп қосып жасасаңыздар да болады, мен пиязбен араластырып жасаймын. Қызып тұрған табамызға етті салып қуырамыз. Сосын бетін жауып 10-15 минутқа бұқтырамыз. Суы тартылуы қажет. Енді қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін тұзды салып, жақсылап араластырып, су құйып, орташа қамыр илейміз. Тым жұмсақ болып кетпеуі керек. Әбден иі қанғанша басамыз. Қамырымызды екіге бөліп жақсылап илейміз. Енді еттің үстіне пиязды салып қуырамыз. Жақсылап қуырылған ет пен пияздың үстіне сәбіз салып араластырамыз. Одан кейін бір ас қасық томат пастасын салып жақсылап араластырамыз. Оның үстіне дәмдеуіштерімізді салып, араластырып, бетіне су құямыз. Бетін жауып бұқтырамыз. Енді қамырымызды жақсылап басып, жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Қамырдың үстіне сұйық май құйып, барлық жағына жағып шығамыз. Жаңағы салмамызды салып, рулет қылып ораймыз. Видеода көрсетілгендей кесеміз. Енді табамыздың үстіне картопты салып араластырамыз. Бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Рулеттерімізді салып 25-30 минут пісіреміз. Осымен біздің штрудлейіміз дайын, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жібек. Назарларыңызға рахмет.